мына замзам деген қасиетті судың алдына келіп тұрмыз. Бұл замзам суды Расул саллаллаху алейхи кім қандай ниетпен ішсе, бұл сондай болады деген. Мысалы, дене ағзаңызда, ішкі құрылысыңызда бір бауыр дейміз ба, өт жолдары кейде кісілер сондай айтып жатады ғой. Я Алла, сол өтіме немесе бауырыма шифаңды берші деп соны ақырындап іше беру керек. Алла шифасын береді. Немесе біреудің басында бір қиыншылықтар болып жатқан болса, я Алла, сол қиыншылыққа менің жәрдемші берсін. Мен саған соны дұға қылып сұраймын деп бисмилля деп замзамды іше беру керек. Алла оны қиыншылықтан құтқарады дейді. Өйткені Расул айтты, замзамды кім қандай ниетпен ішеді, ол сондай болады деген. Негізінде кез келген сусында отырып ішу керек, сүннет бойынша. Замзамда тұрып ішу керек. Осы судың қасиеттілігі сондай, құблаға қарап, жаңағы айтатын дұға тілегіңізді айтып, я Алла, міне осы замзам деп, жаңағы дұға тілек айтып ішкен кезде ол қабыл болады. Бұл енді замзам ала берсе, енді 2 күннен кейін біз Меккеге жолға шығамыз, Құдай қаласа. Бұл замзамның отаны Мекке қаласында. Енді мамандардың айтуынша күніне 500 тонна су жеткізіледі екен Мәдина қаласына. Замзам. Бұл мешіттің сыртында да мынандай сулар бар. Бірақ кейде кісілер соны замзам деп ойлап ана құйып жатады баклашкаға. Жоқ, ол замзам емес, өйткені жазып қойған ол жерге. Негізгі Мәдина қаласында замзам су тек қана мешіттің ішінде ғана осындай мынандай бочкаларда болады. Сыртта ол замзам емес. Ал замзам ол Мекке қаласында.